оқушылар осы жерге жиналып отырған бүгінгі біздің дебаттың яғни барлығы. Яғни осы статистика бойынша оларда 60-қа жуық анимация бар. Яғни айта кетейік, олар Сақ киностудиясы Томбақ немесе Қалқан құлақ сериалдарымен қазақ елі және Текенің Қошқар атты мультфильмдермен танымал болуға болады. Және де енді осы біз тәрбие жайлы айтып өтеміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті біздің 5-ші мектептің оқушылары. Бүгінгі біздің палатамыз қазақ мультфильмдері орыс мультфильмдеріне қарағанда жақсы. Бірақ біз оппозиция тобы болғаннан кейін, нақтырақ айтсақ қарсы топ осы топқа. Біз осы қазақ мультфильмдері орыс мультфильмдеріне қарағанда нашар деп айтамыз. Неге? Три богатыря ғана бар. Бірақ бізде қазақ батырлары Керей мен Жәнібек бар. Олардың сапасы да жоғары. Толағай сапасы жоғары деп санаймын. Менің ойымша орыс мультфильмі мен қазақ мультфильмдерінің салыстырсақ, қазақ мультфильмдерінің сапасы қазіргі таңда өте орыс мультфильміне қарағанда төмен деп айтсақ болады. Себебі сәлеметсіздер ме оқушылар, осы мектептің балапандары. Міне дебат өтті. Сендердің ойларыңды естігім келіп тұр. Сендерге қазақ мультфильмдері ұнай ма? Дебат клубының инстаграм парақшасы. Біз дебат клубтың жетекшісі Нұржан Алданғарұлы. Нұржан ағай бізді дебатты қалай ойнауға осындай дәрежеге алып келді. Ата-аналарының инстаграмнан тіркеліп лайк басып ұмытпаңыздар. Ал енді ойын бола ма? Ал енді қазір сіздермен біз ойын ойнаймыз. Давайте!